Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасы және Спорт Плюс Қазақстан телеарнасында бізде QG Лигаға арналған кезекті подкаст. Өздеріңіз жақсы білесіздер, QG Лигада осы аптада ауыз толтырып айтатын жаңалықтар өте көп. Ол өткен турда тіркелген көпшілікке қызық тіркелген нәтиже Астана мен Қайрат арасындағы, сондай-ақ өткен кибер турнир бар, және де таңғалдыратыны QG Лигада жаңады серіктестер пайда болып жатыр. Әлемге аты мәлім серіктестер, пицца дөнер емес, лаваш емес, сусын, ерекше сусын десең бе, бүкіл әлем білетін. Сондықтан сол жайлы әңгімелесетін боламыз. Студияда әдеттегідей біздің сарапшымыз QG Лига медиа офицері Бекежан Ардағұл, және жалғыз келіп отырған жоқ. Өткен жолы біз Бекежанға жалпы QG Лигадағы бюджет жайлы, қаражат жайлы сұрақ қойған кезде, оның өзінің маманы болады, сол жауап береді дейтін, және менің білуімше сол кісі келген сияқты таныстырып өтсең өзін. Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Сөзімізде тұрдық. Қаражатқа байланысты мамандарымыз бар. Бізбен бірге маркетинг саласының маманы QG Лигадағы Аяжан Жұмабекова. Аяжан, студияға қош келдің. Рахмет. Аяжанды көргенімізге қуаныштымыз. Аяжан QG Лигаға 2 жыл. Сол QG Лига пайда болғалы бері сол жерде негізгі маркетинг саласында қызметтесің. Жоқ, негізінде келіп қарайтын болсақ, ең басында басқа позицияға келіп орналасқан. Бір жыл бойы сол позицияда істеп, одан ары маркетингге қарай ауыстым. Жақсы, өте керемет. Назарбаев университетінің түлегі. Дәл солай. Алғашқы маусымда Аяжан бізде жалпы жұмыс барысында барлық салаларға араласып өзін белсенді танытқан болатын, және маусым ортасында жалпы маркетингқа қызығушылығы бар екенін айтып, болашақта осы маркетинг саласының маманы болсам деген өз қызығушылығын танытқан болатын. Жалпы QG Лига біз осыған дейін айтып жүрдік қой, көпшілікке мүмкіндік беретін платформа деп. Және міне осы Аяжан осы мүмкіндікті пайдаланып, биыл да керемет жобалардың басын бастады, және енді ақшаға жақындады дейсің ғой. Әлеуметтік жобаларға қатысты алғашқы жобасы Игорь Шацкиймен, ең алғашқы жобасы ол Қарағандыда өткен әлеуметтік жоба болған. Өте керемет. Міне бізде статуэтка тұр. QG Лиганың үздік ойыншысы әр тур сайын үздікке береді. Бір адамға беріп отырады, ең үздік ойыншыға. Ең үздік ойыншыға. Мінекей осылай біздің студияда да бар бұл, және студияда көрсеңіздер QG Лиганың добы да тұр. Ал әңгімемізді бастайық. Біз бір аптадай подкаст шығармадық QG Лига, оған себеп болды, өйткені ең қызығынан бастайықшы, Аяжан. Red Bull келді сендерге. Қалай келді? Мен өткен Red Bullға мен өзімде жалпы кішкене маркетолог таумын да, хат жазам әртүрлі компанияларға. Сол кезде Red Bullға хат жазған кезде, олармен тілдескен кезде, бізге футбол Қазақстанда аса қатты қызық емес, бізге экстремалды спорт түрлері қызық деген болатын, және экстремалды спорт түрлерінен бөлек, мысалы Ирина Қайратовна сияқты топтармен жұмыс істеу, солардың концерті, адам жинау, тауда өтетін бір іс-шаралар қызық болатын. Қалай Red Bull келді QG Лигаға? Оның жолдарын таптық қой, Red Bullға өтетін. Және де айта кететін болсақ, Red Bull мен біздің серіктестігіміз негізгі сусынмен серіктестік емес, бүкіл дегенде Red Bull'дың толық брендімен серіктестік ретінде болып отырмыз. Мысалы, тек қана енді Red Bull'ды сіздер ойыншыларға бермейсіздер ғой, ойында ішуге, ол дұрыс емес. Бірақ қалай, сіздерге ол үлкен қаражатпен келіп отыр ғой Red Bull? Бұл жерде біз Red Bull'дың жаңа Аяжан айтып өткендей, тек сусындармен емес, бұл жақтағы ең басты жұмысымыз Red Bull'дың брендімен жұмыс. Ол дегеніміз бізге QG Лигада үлкен жол ашады. Болашақта мысалға қазіргі біздің бастамамыз, мысалға Шымкент қаласында өзің жаңа айтып өттің ғой, экстремалды спорт түрлері, бір өзгеше спорт түрлері деп біз алғашқы жобаларына қатысып үлгердік. Осы 29 және 30 күні Шымкент қаласында фотоскор сынды стрит футбол дейді ғой, аула футболынан жарыс өтті. Сол жерге біз QG Лига командасын кіргіздік. Сол команда, 2 команда кіргіздік. Жалпы ойыншыларымыз жоғарғы деңгейде өнер көрсете білді, жартылай финалға жеткен болатын. Және енді өкінішке қарай жартылай финалда ұтылып қалдық, бірақ десе де бұл алғашқы жоба, алдағы таңда басқа да жобаларына қатысатын боламыз. Ал бұл жердегі басты мақсаты ол жаңа жобаға кірді, аймақтық региональный дейді, осы жерде жарысқа қатыстық та, болашақта мысалы жеңімпаз болған жағдайда Лейпцигте өтетін гранд финалға өтуші еді. Қазір енді команда анықталды, осы жобаның арқасында халықаралық деңгейге шығу жолдамасы болды. Ал алдағы таңда 2025 жылдан бастап біз халықаралық Red Bull мен серіктестікке келісім келеміз деген ойдамыз. Ол бізге қандай жол ашады? Болашақта
біздің QG лигада өнер көрсететін командалардың медиа офицерлері дейік, менеджерлері, бапкерлері еуропалық, мысалға Австрияда және Германияда Лейпциг, Зальцбург сынды қалаларда. Бразилиядағы Брагантина деген команда бар ғой, алдында Red Bull. Red Bullмен сіз келісім келген ба? Иә, бізде сол Австрия мен Германияға барып шеберлік шыңдау сабақтарынан өтеді, ал ойыншылар болса сондай Лейпциг, Red Bull, Зальцбург сынды командаларда сбор дейді ғой, Оқу жаттығу жиындарынан өту мүмкіндігіне ие болады. Сондай үлкен жобалар бар. Сондай келісімге келдіңіздер. Бұл жерде көпшілік ойдайды ғой, мысалы Red Bull келді, бүкіл жерде ғана қыздар бар ғой, Red Bull'ды банкалармен жүр. Сол болады, бүкіл жерде жарнама, ал сәйкесінше Red Bull QG лигаға ақша құяды деген сияқты. Ақша құяды ғой негізі. Әлде тегін істеп жатыр ма? Әлде бартер ма? Бұл не өзі? Бір-бірімізге мүмкіндік, иә. Мүмкіндік, сонда біз өзімізді әлеуметтік жоба ретінде оларға көрсетіп ашамыз, және де олардың брендін көрсетуге. Осы жерде Аяжан нақтылап өтейік, ертең нақты болу үшін біздің жанкүйерлер екі ойда қалып кетпес үшін. Red Bull QG лиганың белгілі бір шығынын жауап бере ма? Кейбір шығындарын жаба алады. Осы айта кететін болсақ, бізде 20 шілде күні, мен былай қарап отырайыншы, Бекежанға қарамай деп отыр. 20 шілде күні бізде сол матч болады ғой, QG All-Starмен және Crvena Zvezda арасындағы. Сол жерге Red Bull өзінің арнайы площадкасын орнататын болады. Біз біле кететін болсаңыз, бүкіл матчдайларға неше түрлі активностар жасаймыз, ивенттер жасаймыз, және сол жерге біз енді спонсорларды кіргізе бастадық. Және де осы келе жатқан 20 шілде күні болатын матчта сол Red Bull'дың өзінің бөлек зонасы болады. Демек, Red Bull мен түсінуім бойынша, мысалы Қазақстан премьер-лигасында Олимбет деген бар. 1xBet дегендер бар, олар матч-дейлер ұйымдастырады да, өздерінің логотиптерін қойып, бүкіл шақырылатын әншілерді өздеріне алады, сахнаны өздеріне алады, безендіруді өздеріне алады. Демек, Red Bull QG лиганың алдағы уақыттарда осындай болатын Crvena Zvezda сияқты матчтарға солар көтеріп береді ғой, былайша айтқан кезде. Сол ма? Жоқ, толықтай көтеріп береді деген сөз емес. Бұл жақта олар біздің ивенттерге, біздің матчтарға қатысу мүмкіндігіне ие. Қазақстанда олар өз брендін біздің осы үлкен матчтарымыздың арқасында көрсете алады. Мысалға, тек қана жаңағыдай банка қою немесе тоңазытқыштар дейді ғой, соны ғана қоюмен шектеліп қана қоймай, одан бөлек үлкен өздерінің точкаларын қойып, сол жерде сергіту шараларын жүргізеді. Мысалға, стрит футбол деген жаңа аула футбол дедік қой, ойын алдында біздің футбол матчына келген жанкүйерлер сол жерде доп тебу мүмкіндігіне ие, диджейлардың әуендерін тыңдауға мүмкіндігіне ие болады, және сондай басқа да үлкен жобаларын қояды сол жерде. Аяжан, мына сұраққа жауап беріңізші. Red Bull QG лигаға қаражат үшін керек пе, әлде халықаралық аренада имидж үшін керек пе? Әрине, имидж үшін керек. Әйтпесе Red Bullға қарап қалған жоқ қой, негізі QG лига былайша айтқан кезде. Ақшасы өзінде де бар емес пе? Халықаралық аренаға жол ашу, жолдың бір көзі ғой ол да. Және бұл маркетинг қадам. Біздің лигада бар, басқа лигаларда жоқ қой деген сияқты месседж ғой негізі. Ноғай ғана емес. Басты жұмыс, бір-бірге көмек беру. Олар біз арқылы кейбір аудиторияны қамтып ала алады Red Bull. Олар бізге энергия береді. Олардың арқасында біз энергия аламыз, өзіміздің партнерларымызды көрсетеміз. Қанаттанады. Енді қанат пайда болды дейсің ғой, QG лиганың. Иә. Қанаттанды. Европаға ұшамыз деші, қанатымыз бар. Европаға біз дегенде біздің қызметкерлер ұшады. Осы мысалы алдағы таңда үздік мүмкін медиа офицер болып қалатын адам кім біледі? Мүмкін сол бала Европаға мысалға Red Bull жоқ болса, мысалға ондай мүмкіндік те болмас еді мысалға. Ол да бір үлкен жоба деп ойлаймын. Red Bull болмаса, иә? Австрияға, Red Bull, Зальцбургқа, Лейпцигқа ұшу деген, сол жерде кіру деген ол оңай емес қой. Демек, Аяжан, мына сұраққа жауап беріңізші, Бекежан. Алдына MasterCard кірді ғой? Иә. MasterCard пен Red Bull'дың шарттары екеуін екі түрлі шығар, иә? Мысалы, MasterCard ол да имидж, түсінікті, ол да маркетинг. Мысалы, MasterCard чемпиондар лигасында бар, және Қазақстанда бар. Қазақстан КПЛ емес, ол QG лигада бар деген сияқты әңгіме ғой былайша айтқан кезде. Олар түсінікті қаражат құяды. MasterCard, иә. Иә, әдемі. Бірақ Red Bull ондай емес қой. Жоқ. Түсінікті. Red Bull жалпы политикасы да ондай емес қой. Red Bull әлі де естіген жоқпын, Red Bull бір жерге кіріп ақша берді деген. Red Bull мүмкіндік береді. Ең бастысы олардың QG лигаға кіруінің өзі, бұл бірінші кезекте QG лиганың QG лигаға олардың сенім арту және QG лигадағы жалпы аураны көріп, соған сене білуі ғой, бұл үлкен жетістік десек болады. Өйткені халықаралық есімі бар брендтерді
Қазақстанға кіргізу оңай емес негізі. өзімізге қарата алдық дедік. Мысалы баяғыда Кока-кола бар еді ғой, бұрын бар еді, қазір жоқ қой, ешқандай футболда Кока-кола жоқ қой. Кезінде Былғары доп еді ғой Ол бар. Ол кейін ол турецкий несі жайлы аймақта түріктер еді ғой, қазір мысалы кірмейді. Демек, белгілі тараптан оны ұсыныс алып жатқан адамдар олардың шарттарын орындай алмады. Ал енді Red Bull QG лига шарттарды орындай алатын болғаннан кейін кіріп отыр. Сол ғой. Жақсы. Енді Red Bull әрбір матчтарда болады және жанкүйерлер сол Red Bull'дан дәм өсте алады алдағы уақыттарда келер. Және белсенділіктеріне қатыса алады, белсенділіктеріне қатыса алады, түсінікті. Суреттерді шығарып отырдыңыздар ғой, сол кезде Red Bull'дың суреттерін шығарып қойсаңыздар, мынау өткен жолы екі меморандумға қол қойды ғой, Алматы қаласында осы жақында ғана біз кибер жарыс өткіздік қой. Кибер жарысқа қазір бөлек тоқталамыз. Кибер жарыстан кейін біз осы Red Bull компаниясымен үлкен баспасөз отырысын өткіздік. Сол отырыста Red Bull компаниясының бас директоры болды. Мынау киберспорт, түсінікті. Red Bullмен болған суретті көрсетіңізші, бір көрермен бір көріп өтсін, тағы да бірнеше суреттер бар еді. Мынау Red Bull'дың басшысымен түскен сурет бар. Эфирге берсеңіздер. Келесі суреттері. Көрейік. Сол жерде Red Bull'дың бас директоры болды. Тимур Русланұлы Турлов болды сол баспасөз отырысында, және лигамыздың президенті Рохусович Шохов болды. Жалпы сол жерде осы тарапта жұмыстар жайында айтылып, міне сұхбаттарын беріп. Жақсы, тағы да суреттерді бере беріңіздер, аямай. Ұялмаңыздар, қорықпаңыздар. Бұны жаңа серіктес дегіміз келеді, жаңа серіктес. Түсінікті. Дәл осы жерден ары қарай екінші менде сұрақ туындап отыр. Өздеріңіз айтып қойды. Мына сурет қой, осыны біз көрген едік. Өте керемет. Лейпцигтен бөлек енді Цервена Звездамен ойнайды деп жатсыздар. QG лиганың жұлдыздары, All-Star жұлдыздары QG лиганың. Енді Цервена Звезда. Бұл қай жақтан келген ұсыныс? Бұл ұсыныс QG лиганың ұсынысы ма, әлде Цервена Звезда мен QG лиганың арасында меморандум бар ма, немесе ол Қайратта да бар тұғын Цервена Звезда? Қалай пайда болды? Ол біздің жақтан шыққан ұсыныс. Өткен жылы бізбен Суперболмен тоже осындай ұқсас білем, Астана аренада өтті. Астана аренада өткен. Оны біз осы болған матчты жыл сайын болсын деп шештік. Сондықтан да осы жылы Цервена Звездамен келісім шартқа тұрдық. Осы матчты өткіземіз деп. Және де Цервена Звезданың өзіне де өзінің пайдасы бар. Себебі ол балаларына сборы жасамақ. То есть өздері келіп, Алматы бізбен матч өткізгеннен кейін өздерінің сборын ары қарай өткізеді. Ол да жақсы идея екен. Жаңа Аяжан бұйыртса болатын шығармыз, 20-сы? Міндетті түрде боламыз. Алматы қаласында. Қай күнге түсіп тұр 20-сы? Сенбі күні ғой. Билет алып келіңіздер. Сатылымда өтіп жатыр. Билет алып берсеңдер барамыз десеңдер. Осыған дейін жаңа Аяжан айтты ғой, былтырда бізде үлкен матч болды. Біз үздік ойыншылар таңдап, бапкерлер құрамын таңдап, бізге спорт сараптама бөлімі. Бұл қай жас? 18 жастағылар ма, 17 жастағылар ма? Кім білмейді? Соны айтайын дегенім, бұл жақта бізге мысалы Қазақстанға осыған дейін Цервена Звезданың 17 жасқа дейінгі командалар, одан төмен жастағы командалар келді. Бірақ әзірге Цервена Звезданың U18 командасы, мысалы негізгі құрамға жақындап қалған командасы әлі де келмеген. Бұл алғаш рет болайын деп тұрған дүние. Цервена Звезда командасы келеді, жаңа оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Осыған дейін айтып өтті, Суперболға қарсы былтырда ойын өткіздік. Биыл да жоғарғы деңгейлі матч өткізу жоспарда болды. Соны қазір өткізейін деп жатырмыз. 20-шы жұлдызында Алла қаласа. Бірақ бұл жаңа біздің тараптан жасалып жатқан жұмыс, жаңа өзіңіз сұрақ қойғаныңыз. Негізгі бастапқыда бұқаралық ақпарат құралдарында да бұл информация болды деп айтуға болады. Бізде негізі бөлекте командалар алдағы таңда шақырту деген ойда бар. Мысалы Реал Мадридтің академиясы және Атлетико Мадридтің академиясымен бізде бастапқы негізі жұмыстар жүргізген болатын, бірақ күнтізбеге байланысты биыл біз ондай академияларды шақыру мүмкіндігіне ие емеспіз. Бірақ келер маусымда біз ертерек дайындалып, осындай грант академияны шақыру Қазақстанға біздің басты жоспарымыз. Өте керемет. 20-сы қай жерде өтеді? Алматы қаласы. Қай стадион? Хан Тәңір стадионы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне барыңыздар. Сол жерде біздің QG лиганың All-Stars мен Цервена Звезданы көресіздер. Айтпақшы, бұл жерде бір сұрайын деген, All-Stars'тың құрамында енді басым көпшілік қайраттікілер болатын шығар. Бұл жақта тек қана қайратты ойыншылары болады деген сөз емес. Бізде спорт сараптама бөлімі бар деп айттық қой лигамызда. Солар Y-Scout және Huddle бағдарламасы бойынша үздік ойыншыларды сараптайды. Ол жерде әр командада мысалға бізде қайраттың ойыншылары үздік сөзсіз. Турнир кестесінде U18, U17A лигаларында бірінші орында келе жатыр, бірақ бұл жақта енді басқа ойыншыларды да біз көзден таса қылдырмау керекпіз ғой. Сол үшін бізде 3 ойыншыдан артық болмас бір команда. Қайратта мысалға 3 ойыншыдан артық болмас деп ойлаймыз. Ол қаншалықты әділетті, мысалы сен қайраттың сапында ойнайсың,
сен де үздіксің, бірақ сен ойнай алмай қаласың. Сен өйткені 5-ші, 4-ші болып тұрсың да, мысалы тек үшеуін алады да басқаларын алмай қояды. өйткені басқа да командалар бар ғой бізде Ол лигамызда. қаншалықты әділетті деген отбор дейді ғой. Мысалы кім мықты, Спартадағыдай ғой, выживает сильнейший. Әр позициядан әр позициядан 3 ойыншыдан берілді. Қазірдің өзінде спорт сараптама бөлімінде 3 ойыншыдан бар. Кімді аламыз деген. Солардың үздігін алып қояды. Мысалы Қайраттан қазір 5 ойыншы бар қаралып жатқан. Бұл әр клубта өзінің күшті ойыншылары бар деп. Жақсы, енді Аяжан мына сұраққа жауап беріңіз Бекежан. Кибер турнир өтті. Көрдік, әлеуметтік желіде мен бақылап отырмын. YouTube'да да тікелей трансляциясы болды. Данил келіп айтып өтті. Спорт плюс Қазақстан телеарнасында көріп, нәтижесі шықты. Бұл жерде де Қайрат жеңді ғой, Қайраттың қақпашысы жеңді, иә. Не болып отыр өзі? Қайраттан басқа клуб бар ма өзі QG лигада? Жалпы бұл кибер жарысқа келетін болсақ, осыған дейін де айтып өттік. Бұл бізде дәстүрлі жарыс. Былтыр енді лигамыздың алғашқы маусымы болғаннан кейін 12 командадан үздіктері қатысты. Ақсу командасының ойыншысы Ерназар Дүйсеков деген. Кубок әдемі екен. Кубок бұл жолы әдемі, иә. Эксклюзивті ау. Әдемі екен. Металл ма, пластмасс па? Металл. Мықты. Бұл кубокта осы кибер турнирімізде бізде Жасик FIFA сынды. Бізде Қазақстандағы үздік FIFA бар ғой. Кеше ана Беларусьқа барып қайтты ғой Брикс ойындарында. Екінші орын алып қайтты. Соның өзі айтты ғой, бізде мысалы профессионалды кибер жарыстарымызда бұндай кубок жоқ деді ғой. Соны елі өтті және ойыншылардың деңгейінде қарады. Сіз сонда өзіңіз комментатор болдыңыз ба? Бізде бұл жерде спорт плюс арнасын көріп тұрсыздар ғой. Иә. Бұл кибер жарыстың жартылай финалынан бастап барлық ойындары спорт плюс телеарнасының тікелей эфирінен көрсетілді және топтық кезеңнен кейінгі плей-офф ойындары бізде осындай студиялық сіз жүргіздіңіз, иә? Иә, біз ойыншылар келеді, жеңімпаз ойыншымен біз сұхбат құрдық, қалай жеңді, несімен артық болды және бізге келген жігіт қой мына. Иә, бұл Мақсат Абраев Астана U17 командасының ойыншысы. Екінші орын алды ма? Күміс, иә, екінші орын алды. Спорт плюста дейсің ғой. Спорт плюста. Көрсеңіздер болады. Жақсы, бұл жағынан қаншалықты бұл маңызды, Аяжан, осындай футболшы балаларға кибер футбол өткізу, мақсат не, идеологиясы неліктен және бұл қаржылай тұрғыдан өте көп шығын жұмсалған жоба ма, әлде ондай емес пе? Бірінші сол қаржысынан бастайық. Қазаққа сол керек. Қанша ақша кетті мынаған? Біз біле кубокқа қанша қалдыңдар десе? Жоқ, оның бәрін біз әр пунктында әрқашанда экономия жасауға тырысамыз. Ешқашанда біз шамадан тыс ақшаны кетіруге бізге ол прям табу болып табылады біздің командамыз үшін. Көбінесе неше түрлі подрядчиктермен сөйлескеніміз өзімізде де білеміз, что Freedom QG League дегеннен кейін бізде сондай үлкен лига, ақшамыз көп деп бар ғой, сөйтіп ойлауы мүмкін. Бірақ оған қарамастан біз оған қарамастан біз ақшамызды экономия жасаймыз, себебі неше түрлі үлкен жобалар бар, сол жобаларға ары қарай ақшаларды жіберу керекпіз. Және де сол ақша сондай үлкен емес. Және соны кішкене шығындарын азайтып, басқа жобаларға жіберуге тырысамыз. Ең бастысы әдемі көрсете білдіңіздер. Бұл жерде жеңімпазға ақшалай сыйлық берілді ме? Жоқ, жеңімпаз кубок алды. Болды, иә? Бұл жердегі жарыстың дұрыс. Балалардың арасында ерте бастан ақшаға үйретуге болмайды негізі. Қазірден бастап ақшаға үйретіп тастасаң, кейін олар сенен контракт жазғанда да көп ақша сұрайды, премия сұрап кетеді, гонорар сұрап кетеді. Сондықтан осылай кубокқа берілді, әдемі эмоция сыйла, жақсы безендір, конфетти, трансляция болды ма? Басқа не керек оның артық? Ең маңыздысы внимание алды ғой балалар. Және де болашақта интервью беруге, сөйлеуге жақсы үйренеді. Адамдардың көзінің алдында болуға, трансляцияда болуға. Жанкүйерлер болды. Бұның жеңімпаз бір басқа әлемдік жарысқа бара ма әлде? Жоқ, ондай қадамға әзірге барған жоқпыз. Бұл ішкілік, жалпы осыған дейін Аяжан айтып өтті, біздегі басты талаптардың бірі осындай ивент ұйымдастыру уақытында ақшаны оңға солға шашу емес, біздегі басты талабымыз үнемдеу. Және бұл жерде де біз кезекті мәрте дәлелдедік, осындай жұмыстың арқасында үлкен шара жасауға болады дегендей. Және жалпы лигадағы басты қаражаттың бөлінуі ол жасөспірім футболшылардың деңгейін арттыру, жағдайын жақсарту, авиамен ұшуы, керемет қонақ үйлерде тұруы, дұрыс тамақтануы, соған басты қаражат негізі соған бөлінеді. Сондай-ақ спорт сараптама бөлімінен қосымша жұмыстармен және басқа да қадағалауы. Бірақ біз ивент өткіздік, ивент жоғарғы деңгейде өтті. Былтыр 12 команда болды, биыл енді іріктеу кезеңін санамайтын болсақ 32 команда болды. 32 команда топтық кезеңде ойнады. Екінші күн плей-офф кезеңі болды. Жалпы жарыс жоғарғы деңгейде өтті. Енді осыған дейін айтып өткендей, Қайрат кезекті рет жеңімпаз атанып отыр. Бұл жолы кибер жарыста қақпашы. Және бұл қақпашы негізі ойын барысында айттық қой, біз патч жасап, әрбір ойыншы өзін құрамға
қосу мүмкіндігіне ие болды және Өзін қосты. аңыздан бұл қақпашы өзін таңдаған жоқ қой. Бұл қақпашы жалпы жеңімпаз атанамын деп екінші қақпашы бар. Сол сұрағанбыз, неге сен басқа қақпашыны қойдың, неге өзіңді емес деп. Бұл жақта менің басты мақсатым енді жеңу болды. Сол үшін менің қасымдағы екінші қақпашының габариттері жоғары, менен биік, менен кішкене ірілеу, сол үшін сол қақпашы менде бірінші нөмірлі болды деп та сондай жеңіске жетті. Жақсы. Жалпы осы Қайрат демекші, осы өткен турда көп нәтижелер тіркелді. Міне экранға беріп қойсаңыздар, екі кестентте бере беріңіздер. Мынау 8-ші тур. Бұл неше жасқа дейін? Бұл U18 элиталық дивизионның турнир кестесі. Біз осыған дейін Нұреке сізбен бір подкаст, айттық қой, үзіліске байланысты подкасттарымыз шыққан жоқ. Бізде 2 тур өтті. Қайрат командасы U18 және U17 санаты бойынша осыған дейінгі тур барысында Астанамен кездескен болатын өз алаңында. Енді U17 жас санатын қарайтын болсақ, Қайрат пен Астана өте жақын келе жатыр. Арасы 3 ұпай. Сол ойынға дейін екеуі тең. Ешкімге бұл жолы Қайрат жеңді 3-0 Астана. Бұл жолы Қайрат 3-0 есебімен жеңді. Бұл Алматыда жеңді. Енді қарымта матч Астанада өтеді ғой. Футбол үйінде. Футбол үйінде. Бұл қашан болады? Ол да бір тартысқа толы матч болады сияқты. Екінші айналымда өтеді. Астанада ойын болады. Ал U18 осы жерде есеп тіркелген есепке таң қалдым. 9-0 ма қанша болған? Соған тоқталайын деген. Қайрат жеңіп кеткен Астананы неше есеп? 10-1 есебі тіркелді. Бұл қалай өзі? Әдетте бұны біз Қазақстан премьер-лигасы бірінші лигада көретін едік бұндай есептер. Бұл жерде енді QG лигада болып жатыр ғой десем. Енді бұл жерде Қайрат академиясы енді жасырудың қажеті жоқ. Қазақстандағы жалғыз әрі ең үздік академия десек болады ғой Қайрат академиясы. Осы сұраққа жауап берші Бекежан. Сөзің аузында түсінікті, міне барлығын таблица сыр шертіп тұр. Кім нешінші орында екенін міне қарап отырсыздар ғой. Алдында бір көрермен бір жерде сұхбат беріп отырсыз. TikTokта ма бір жерде көріп қалдым. QG лигада матчта отырсыз Қайрат пен Астананың матчында. Қайрат сияқты басқа аймақтарда академияларға қолға алынбай, басқа академиялар ойыншыларын оң солды тарата беретін болса, онда Қайрат осылай ұзаққа дейін чемпион болып жүре береді. Осы жерде сөзіңіз айтып берші. Бұл жерде қараңыз, біз енді бірден үлкен деңгейлі жарыс жолын қойып бермейміз бұларға. Біз былтыр бастадық, жалпы алғашқы маусымның өзін қарайтын болсақ та бәсекелестік жоғары болды. Биыл бәсекелестік турнир кестесіне қарайтын болсақ, одан сайын жоғарылай түсті. Мысалы Қайрат пен Астананың турнир кестесіндегі айырмашылығы бұған дәлел. Алматыда Астана ұтылып қалды, бірақ алда әлі көптеген ойындар бар және U17 жас санатындағы Астана негізі мықты. Бұлар өз алаңында да және басқа да ойындарында Қайраттың олқылығын күтіп, чемпион атанып қалуы әбден мүмкін. Орда басында да шанс бар екен. Орда басында 18 ұпай. Төрттікте шанс бар, Ақтөбеде де шанс бар. Ал егер U18 жас санатына келетін болсақ, бұл академиядағы ең жоғарғы жас санаты. Осыдан кейін Қайрат академиясының балалары Қайрат жас командасына өтеді. Ол дегеніміз дубль командасы. Бұл жерде Шахтер командасы қазір енді бәсекелестік танытып келе жатыр. Мысалға Қайрат академиясы мен Шахтер арасындағы осыған дейінгі бір 3-4 тур бұрын Алматы қаласында кездесті. Тең түсті. Шахтермен тең түсті. Шахтердің әлі өз алаңындағы ойыны бар. Және бұл негізі көз қуантарлық турнир кестесі десем мен артық айтпаспын, өйткені біз бірден жаңа өзім басында айтып өткендей жоғары бәсекелестік жасауға тырысамыз, бірақ алдағы таңда осы лиганың өсуімен басқа да аймақтардағы академиялардың деңгейі өседі деген сенімдеміз. Және басқалар Қайратқа қарап бой түседі және Қайраттан озуға тырысады. Академиялар өзінің ойыншыларына ие болу керек, жағдай жасау керек, айлық беру керек, келісімшартқа отырып қою керек. Біз осыған дейінгі ата-аналардың көңіл табу керек. Өйткені ата-анасы қарайды, жағдай болмаса Қайраттан құда түссе Қайратқа кетіп қалады. Біз осыған дейінгі подкасттарда да бір емес бірнеше рет айттық қой бұл мәселе туралы. Бірақ біз клубтардың ішкі кухнясына кірмейміз деген сөз айттық. Бұл мәселе бұл жерде Қайратта емес. Қайрат дұрыс жұмыс істеп жатыр, мәселе қарсыластарында. Мысалы енді қайтадан кейін академия жарыстарында кезінде ең басынан бастайық, апталық цикл болған жоқ. Қазір олар апталық циклға үйренуде. Содан бөлек, мысалға кезінде олар ойындарын өткізеді, бір камераға түсіреді, болды, ол эфирға кіре ма, кірмей ма, ол да белгісіз. Бірақ қазір осы 2 жыл ішінде осы ойындардың барлығы спорттық республикалық телеарналарда тікелей эфирде көрсетіледі. Және бұл басқа командалар басшылары өз командасының ойындарын көреді ғой. Бір КПЛ-дағыдай көреді ғой ойындарын тікелей эфирде, және оларды осы командаларын күшейту үшін барын салады алдағы таңда осы 3-ші маусымда. Және бұл агенттерге де жақсы, ойыншылардың трансляциясын, нарезкаларын кесіп, кейін ойыншыларын сатқанға, басты назарда бақылауда ұстағанға. Мен өткен жолы жігіттер келді ғой бізге. Мақсат Абраев пен Назаров келді. Олардың агенттері бар екен ғой. Олардың агенттері бар екен енді. Біреулер айтады, олардың агенттері бар, олармен келісім шарт отыру үшін шақырайын десең, солармен сөйлес дейді. Мен сұрап жатырмын, жас балалар бар екен ғой десем, олардың агенттері бар, олар жайдан жай бара салмайды дейді.
сондықтан жақсы ерте мысалы осылай агенттермен жұмыс істеп жатыр балалар, жаман емес. Алдағы тур қашан өтеді? Келесі сенбі, жексенбі күндері өтеді. U18, U17A және U17B Матчтар трансляциясын QG лигадан. QG League YouTube арнасында, Sport Plus телеарнасында, Казспорт телеарнасында, InSport телеарналарында. Толыққанды ақпараттарды QG лиганың Instagram парақшасынан көре аласыз. Instagram, Telegram сайтымызда бар. Барлық жеріміз барлық жерде бар дейсің ғой. Барлық ғаламторымызда бар ғой біздің. Жақсы. Енді Аяжанмен сөйлесейікші. Аяжан біраз сұрақтарға жауап берді да, бірақ Аяжан, өздеріңіз айтып жатсыздар, енді үнемдейміз, экономдаймыз, ол дұрыс, ысырап жасамау керек қой. Ақша үнем әр тиын санаулы деген сияқты. Мына керемет дүние адамның көзін сүйсіндіреді. Ерекше жобалар жасалынып жатыр, креатив бар. Жалпы өзің футболды жақсы көріп келдің ба, әлде университетті бітірдің да шын мәнінде бір жерге жұмысқа орналасу керек? Так, мына QG лигада не шықты, бар екен орын, айлығы да жаман емес екен деген сияқты келе салдым. Қалай болды? Неліктен таңдадың бұл жерді? Ой болған жоқ. Негізінде былай қарасақ, футболмен осыға дейін қатты әуестенбедім, иә. Білетінбін, матчтарға баратынмын, үлкен деген матчтарға, там Астана, Манчестер Сити, Манчестер деген сияқты. Манчестер Ситидің матчына барғансың ғой, иә? Манчестер Юнайтед. Юнайтед. Мен ойлап тұрмын, сен Англияға барып келіп жақта көрген. Астана Манчестер Юнайтедке бардың 2-1, иә? Астана аренада болған матчқа барғанмын. Сол сияқты болатын, көбінесе қыздарда болатын сияқты. Ұлттық құрама ойындарына міндетті түрде ұлттық құрама ойындарына, иә. Содан кейін осында QG лигаға жұмысқа шақырсаудым. Басында түсінбедім. Не жоба екен, не екен, иә, шақырған ғой Таван Тауэрсқа осы этажға кел деп. Ол этажда мен Фридом отыратынын білгем. Ойладым, сол Фридом ғой деймін деп. Сонда келіп сөйлескеннен кейін маған осы біздің исполнительный директор Александр Орлов бәрін презентациясын ашып, түсіндіріп көрсеткен. Мен таң қалғаным, олар мен өзімді сатуға емес, олар өздері сатқан сияқты болды. Презентациясын көрсетіп, немен айналысатын, қандай әлеуметтік целдары бар екен көрсетуге, бәрін көрсетіп, мен қатты таң қалдым, және қатты сүйсініп қалдым сол жобаға. Өте қызық болып кетті. Болашақта өзіңді спорттық маркетинг дейікші, менеджментте көресің ба, әлде бұл белгілі бір асу, одан кейін басқа салаға ауысуды көздеп отырсың ба? Сондай алысқа ойламаппын әлі. Бірақ осы спорттық маркетинг басқа маркетингтен қатты айырмашылығы бар. Әрине. Сондықтан да осы сферада өзімді жақсы көрсете алсам, ары қарай жақсы жұмыс істей алсам, осында қалып, карьераны осы жерде жасамасқа. Неге жасамасқа? Иә, жасау керек. Неге жасамасқа дейсің ғой. Жақсы. Енді бүгін құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырсыздар. Біз подкастымыз біраз қызық ақпараттарға толы болды. Білесіздер, QG лига подкастының бір ерекшелігі, ұзақ отырмаймыз. Қысқа ақпараттарды бердік, тараттық, бәрін көрсеттік. Ақша туралы Аяжанмен сөйлестік, идеология бойынша Бекежанмен сөйлестік. Сондықтан Sport Plus телеарнасы қосылы болсын, Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасы, QG League TV YouTube арнасынан бізді көріңіздер. Жай ғана көріп қана қоймай, коммент қалдырыңыздар, пікір бөлісіңіздер, каналға жазылыңыздар, көршілеріңізге айтып жүріңіздер. Сол ғой? Міндетті түрде. Және лайк басыңыздар. Рахмет сіздерге. Сізге рахмет.